Достар, ассалаумағалейкум, мен каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Қасымбек Айдархан. Қазір бүгінгі біздің тақырыбымыз Золотая молодежь Алматы. Осы Алматыда өздері көтерілген мықты кәсіпкерлердің машинасын талқылайтын боламыз. И жалпы бұл солар туралы қалай олар көтерілген ондай дәрежеге сол туралы айтатын боламыз. Иншалла қазір бізде сол кәсіпкерлермен жиналыс болып жатыр. Мына жерде қарасаңыздар, бір 10 шақты элитный, бизнес класстағы машиналар тұр. Енді андай прямо андай машиналар емес, 911 немесе Porsche, басқа бір нәрсе. Оған біз арнайы бітіп қонаққа адамдарға келесі выпускта түсірсек па деп жатырмыз. Осы выпускта біз мынандай мощный, элитный ортадағы адамдармен танысып, олар не үшін, олар не істеп жатыр, сонда қақта ақша тауып отыр, мынау деген прикол болатын да. Сол қой жүрсе, короче. Сол жалпы өзім туралы айтатын болсам, мен Қасымбек Айдархан, жасым 21-де. Кәсіп бізде товарный бизнес, Қытаймен бірге жұмыс жасаймыз, Ресейде жұмыс жасаймыз, сол жерде товарларды алып сатып жұмыс жасаймыз иншалла. Егер де мен кәсібім сіздерге қызық болатын болса, біз серіктестер постоянно іздейміз өзімізге. То есть біз Ресеймен сауда жасау арқылы, Ресейде санкция болып отыр, сол жерде товарлар жеткіліксіз, сол товарларды біз жеткізуін қамтамасыз етіп, сонымен ақша табамыз біз негізінде. Онымен кез келген адам жұмыс жасай алады, біз ешқандай біз курс ішінен сатпаймыз. Біз конкретно инструменттер береміз, мысалға, допустим, бізде бір базардың товарлардың несі бар, мысалы Ресейдегі Садовод және Южноворота деген үлкен базарлар бар, сол жердегі еще заводтар бар, үлкен химия шығаратын сол заводтармен біз жұмыс жасаймыз да, солардың товарларын списогын үлкен каталог жасағанбыз, сол каталогқа доступ береміз біз. Сол біз доступ сонымен сатамыз еще. И сол доступты алып адамдар товарды сатып алмай сататын болады Wildberriesқа, сол Москва арқылы. Wildberries маркетплейс арқылы жұмыс жасаймыз. Егер де қызық болатын болса, мен де астына анкета қалдырам. Каталог алғыларыңыз келсе, сол анкетаны толтырсаңыздар, біздің менеджер сіздерге шығатын болады. Все, онда біз выпускты бастаймыз. Қазір мен тұлпарым дайын болып қалды. Бізде қазір айтпақшы көкпар, жүріңіздер. Қолғап жоқ па сіздерде? Қолғап? Иә, болса вообще күшті болатын еді. Қолғап, жаман қолғап па? Жақсы жоқ па? Все, бұйырса біз көкпарды бастаймыз, кішігірім. В общем, сұмдық көкпар болды мынау. Уже ойнамағаныма бір 7 жылдай болды, онда қатырып та ойнаған жоқпын 7 жыл бұрын. Бірақ сұмдық болды, субханалла. Біздің живой тұлпарымыз ғой. Қазір ана балаларға барайық, бізде қазір сұмдық шауып отқан бір 2-3 бала бар. Содан бір кішігірім сұхбат алып жүрейік. Кеттік. Бүгін көкпарды бізге беріп атқан Золотая молодежьдің ішіне кіретін, может көбісі таниды шығар. Болат брат, Болатбек, иншалла. Ассалаумағалейкум деп қойыңыз. Ассалаумағалейкум жігіттер. Өте күшті отыр, машалла. Бұйыртса осылай енді тез-тезден жиналып тұратын боламыз, Алла қаласа. Солай ма, ұнап отыр ма өзіңе? Вообще тема болып отыр. Бұл кісі 200 қалдыңыз қоясыз, 200 алған қазір, иншалла. Немен айналысасыз жалпы өзіңіз? Жалпы біз семейный блогерміз. Еще курстар сатамыз. Товарка ғой. Товарный бизнес бойынша ма? Сол товарный бизнес бойынша. Бұйыртса осыдан кейін де тағы баня бар. Дерскі демалыс болады. Так, бұл кісілер 222 болды емес салонда? Кімнен алғаныз ана атымды ұмытқам? Иманбек. Иманбек деген диджей бар ғой біздегі, содан 222 сатып алған болатын. Сатып жібердіңіз ба соны? Соны беріп, үстіне қосып алдым ғой. Осын сатып алдыңыз, қанша алдыңыз? Бұны 45 миллион алдым. 45 миллионға ба? 45 миллионға 2019 жылы полный комплектация. Ойшы, мощный сияқты ғой, қазір көреміз ғой иншалла бар бе? Көреміз. Шаппатсыз ба тұлпай көкпар? Дайындалып отырсыз. Болды, иншалла. Аллах берекесін берсін, сіздің машинаңызды қазір кішігірім тоже обзор түсіріп жібереміз. Енді 200-қа қызық емес шығар, бірақ 45 миллион теңге енді нормально деп короче. Нешінші жылғысыз? 97-ші. 97-сіз ба? Машалла, Аллах берекесін берсін. Все, құтты болсын, брат. Кеттік біз. Кімнен аламыз сұхбатты, келесіз? Көкпардың ең қызық жері, қазір мына уже аяқталды, балалар ат суытуға кетті. Ең қызық жері мынау ешкіні, бағанағы көкпарда болған осына қуырдақ қылып жеу ғой. Ішіндегі бағанағы сүйектері майдаланып, в общем, мощный болайын деп тұр ғой. Қазір дайындайтып берсе балалар. Ырымы ұл таппаған әйелге берсе ұл табады дейді, машалла.
қазақ емес, нағыз қазақ көп барған қазақ қой, короче. Міне. Көкпар аяқталды. Аллахтың қалауымен қазір бірінші обзорда бізде, давай машинаны көрсек бірінші. Бірінші обзорда бізде зикр. Бұл простой зикр емес. Бұл зикрға қанша сыртына? 20 мың доллар, 9 миллион теңге салынған зикр. Общий қанша қалдысынан? Так, всем ассалаумалейкум. Есім Ғали, трейдермін. Так, бізде карбоновый спойлер. Мына карбоновый спойлер маған $1000 түсті. Жалғыз өзі. Карбоновый лепестки, то есть клыки, алды, арты. Маған тоже $1000 түсті. Полный обвес, то есть это настоящий карбон, то есть андай не емес, китайский емес. Это российский, да? Это полностью, да. Полностью обвес, тоже где-то $1700 болды менде. Пленка считается, Франциядан заказ бердік, специально осы ненікін. Считается топовым на рынке, вот именно пленкалардың арасында. Потом тормозная система полностью была заменена, потому что обычные нелердікі тұрды. Это карбонокерамика? Нет, это не карбонокерамика, это, то есть iCool деген компания, она больше как, она 2017 жылдары Формула-1 обслуживает еткен компания. Да, ну. Да, вот сол компанияныкі, потом диски. Қанша шықты бұл карбонокерамика? Нет, диски. Ну, честно сказать, где-то $6000, да, $7000 кетті где-то, плюс-минус. Потом, потом вот это самое дешевое, на неге кірді. Желтый, да? Да, желтый. Потом что? Вот я сам люблю кататься на лыжах, сол үшін мен үстіне не қойдым, чтобы. Сколько вышел? Ну, бір 600 мың теңге болды. 600 мың теңге? 600 мың теңге мына екеуі. То есть Туль деген, это шведская компания. Самый, ну, машинаны жақсы көремін өзім, все в оригинале ставлю. Диски, то есть диски это не родные, это кованые, больше как расширенные келет, а оригинальный дисктен 5 мм расширенный. То есть мына жақта мен летний резин 275. Машалла. То есть мына жақтан кішкене былай шығып тұрады да. Ертең бұйырса қазір заказ беріп қойдық. Мына жақтан былай карбоновые арки будут, расширители чуть-чуть. Соны заказ беріп қойдық. В принципе, осының барлығы примерно $20 000 менде тақады. Былай тұрайық. Алдынан тұршы машинаны, ё-моё. Номер тоже, да, $2000. Номер $2000. Что там дейсің? 001 РРГ что означает? RRG деген менде RR Гали ғой негізінде нем, Instagram аккаунт. Да? Иә, сол. Жалпы машинаны көрдік, машина мощный екен. Аллах берекесін берсін. Қанша шықты общий машинамен қосқанда бағасы? Қазіргі бағасы, не знаю, бір 34-ке тақаған шығар уже. 34 миллион, еще вложениямен бірге. Вложениямен бірге 34 миллион. Нормально. Машалла, керемет. Нешінші жылғысыз? Енді сізбен танысақ дейсің. Есімім Ғали, 99 жылғымын, трейдермін. Қазіргі уақытта Қазақстанда алга трейдингтің дамытудан номер 1. Жалпы біздің оқырмандарға сол 99, 2000, 2001, 2002 одан кішкентай балаларға қандай кеңес бересіз, чтобы 34 миллион теңгеге осындай көлікті алу үшін? Тек қойған мақсаттарыңызға сынбай жету. Самое главное, андай өз-өзіңізді алдамаңыз. И клиенттеріңізді де, и партнерларыңызды алдамай, честно жұмыс жасаңыз, барлығы алла береді өзі. Машалла, қай жылы кәсіп бастадыңыз? Қанша жыл болды? Мен кәсіпте жүргенме уже 3,5-4 жыл асай, 4 жыл. Сіз кәдімгідей трейдерсіз ба или қалай? Мен өзім трейдермін. Конкретный трейдер. Конкретный трейдер. Көбісі қазір ана көбісі трейдингті үйретеді ғой? Конкретный трейдер. Я могу. Оборот қанша? Оборот қазір 2,7 миллион $. 34 миллион аз ғой, брат, саған деп ше. Да, ішін көрейік бір. Машалла, рахмет. Аш жібересіз ба? Так, көрейік. Бисмилла. Деген чотко ашылады екен бірақ. Так, ішін түсір. Бисмилла. Деп көресің ба? Так, іші в чем уникальность? Обычный зикр ма или қалай? Обычный, то есть ішінде несі жоқ, әлі прошивкасын жасаған жоқпыз, бірақ скоро болады. Здесь только вот на хрустальке заменили. Қанша аттың күші бар мынада? 544. Енді прошивка жасатсаңыз қанша аттың күші болады? Вообще 600-ге тақағым келіп отыр. Но мен қазір новый рестайлинговый шықты, соны заказ бердім. Ол жерде 788 аттың күші бар. Мен пятайдан озам десе, короче. Вот сол кезде вот сізді шақырғым келіп отыр. 780 мен ұялмай. Базар жақсы. Онда мен стейдж 2 қоям деп жүр. Смело, күн жылыйды ол келем дегенше.
сол мына жерде скоро тоже карбонмен келеді, 2 рулон заказ бердім, мына барлығы лакироваться етіледі карбонмен тоже. Все эти детали, то есть снимутся. Қазір көбісін енді накладқа қойып жатыр да. Сіз электрокардың фанаты сияқтысыз ғой өзіңіз, жалпы кішігірім, Өзім Зикрдің фанатымын, честно. Именно Зикрдің ба? Именно Зикрдікі. Зикр білесіз, Қытайда особо қатты не істелмейтін. Особо берілмейді, бірақ Зикр ол жақта считается премиум классом. Да? Да, негізінде премиум классом считается. А BYD дегендер ше? BYD оларда, BYD бізде как Camry сияқты ғой. Да? Да. Көп адам айдайды. Көп адам айдайды, жаңағыдай семейный неге, бытовухаға жақсы да. Мынау, короче, Мерс БХ десе, короче, о жақтағы. Китайский BMW сияқты ғой, примерно, да? былайша айтқан кезде. Не, машалла, керемет. Зикрді өзіңіздер білесіздер, бұған обзор керек емес. Жалпы ең басы отличиясы ол бұйырса жақын арада стейдж деп аталмайтын шығар болады, не дейді? Прошивка жасады, IT бұйырса. Все хорошо, онда саған сәттілік, брат, Аллах разы болсын, иншалла. Көкпар қалай өтті, ұнады ма? Баршамызға көкпар керемет өтті. Енді мынау еркектің духын көтеретін не ғой негізінде. Кәдімгі, иә? Негізінде ата-бабаларымыз андай көкпардың ойынын не істеген ғой, кәдімгідей қан төгілгенше ойнайтын ғой. Қазір енді бізде дәстүр болып қалды. Соның өзінде әйтеуір ата-бабадан қалған дәстүр. Почувствовал, да, этот вайб? Почувствовал. Машалла. Күшті болды, иә. Машалла, Алла разы болсын саған, Ғали, брат, танысқаныма қуаныштымын. Амин. Бұйырса Ғалидің айтқан іздеңіздер, Ғали сияқты боласыздар деп па. Сол, келесі машинаның обзоры бізде қараңыздар. Мына жерде бізде BMW 530 бар. Бұл бізде 530 ғой, 111 XO. Бұл Ислам браттікі. Сосын мына жерде тағы бір Алмат браттікі бар, 520. Қателеспесем, номері күрді емес бұның. Келесі бізде кәсіпкерлер, олар бізде Мұхит братпен дос бол брат екеуі. Иншалла машиналар олардың көрсете сайын. Бізде 2 300-ка, екеуіңіз бірге алғастыр ау дейме? Бірге алдық. Ортасына бір ай салдық. Бір ай салып па, машалла. 001 EV и 111 дос. Вот, жалпы машинаны айтатын болсақ, машина туралы не дейсіздер жалпы? Не дейміз енді? Қанша қалдыңыздар? Бұл қанша? Кесінші? 55 миллионның шамасына шықты. Мен 59 алдым. 59 миллионға ма? Машалла. Бұл енді қазақ, VIP қазақтың несі ғой, патологы ғой. Негізі мына Мұхит мырзада М5 компетишн бар. Тура менікіндей, міне менікін ана жерде бар. Тура осының көгі бар, может TikTokта көрген шығарсыздар. Ода уже карбон, ішіне выхлопы қойылған. Бұл бізде былай айтқанда повседневный осындай тау көкпарға шыққанда мінетін машинаңыз ғой, дұрыс па? Тағы не айтасыз машина туралы? Салынды ма бір нәрсе оған? Жоқ, бұған ештеңе салынған жоқ, енді бұлар 300-й өзі сондай универсальный машина ғой. Тойға, тауға мінетін қазақтардың енді бір Көрсетсем екен. көрсетсем. Не үшін сіз 300 қалдыңыз? Мен ауылға барғым келді кішкентай кезімде. Ауылдан шыққаннан кейін арманым болатын ауылға барып 300-мен джиппен көрсету деген. Сол мақсатты алдым. Гештальт болды, жесткий план болды осындай, машалла. Нешінші жылғы сіз? 2022 ғой. Нешінші жылғы? 95. 95, машалла. Қай жыл алдыңыз бұны? Қанша уақыт болды алғаныңызға деген ғой? Бір 4-5 ай болды. Жоқ, бір жыл оқылды. Жоқ. Бұл бір жазды алдым. Жаз ғой. Еше сонымен бартыс па? Ауылға бартыс па алғаннан кейін? Бардым, иә. Қалай болды? Ощущение қалай болды? Ощущение күшті. Бәрін мінгізіп, айдап, көріп, мотивация беріп, барып. Класстастарын бәрін айдатқызып, бәрі молодец енді келесі жылы. Негізі көбісі бұл нәрсе айта бермейді ғой, бір негізінде бәрінде көбісінде сондай бір доказать ету, бір анда гешіл тұрады ғой. Тем более ауылдан шыққан болса, ауылға барып көрсету деген сияқты. Кәсіп бастаған кезде ешкім қолдамайды ғой, сол кезде бәріне дәлелдегің келеді. Бастаған кезде ешкім қолдамайды ғой, өзіңнің сила волаңмен алып шығасың ғой. Аха. Былайша машина негізі аппарат ішінде демаласың ғой, бір сөзбен айтқанда. Отырып алып, ешқандай несі жоқ. 59 миллион қалдысы, машалла, керемет. Сол гештальт бойынша менде де болған, мен М5 алған кезде то же самое, менде әкеме доказать ету деген болды. Мен ауылдан шыққан жоқпын, бірақ қалада өскеннен кейін әкемен соревноваться етіп, короче, сөйтіп істегем да. Бірақ одан кейін озғаннан кейін уже ары қарай мотивация болмай қалды. Сізде қалай болды ары қарай мотивация? Ауылға барып көрсетсіз, потом не болды? Потом қазір машинаға өшіп қалған жоқсыз ба? Машинаға интерес жоқ енді қатты. Машинаға интерес өшіп қалды, иә? Иә, машинаға интерес өшіп қалды да, бұл енді кәсіпке, ақшаға деген целдер бар ғой, өшкен жоқ ол. Бізде сол әкеммен ақшаға деген цел болған ғой. И сөйтіп ақша әкемнен озғаннан кейін уже мен түсінбей қалдым да қайқа баратынымды ары қарай ше. Сондай проблема болған. Жалпы жас кәсіпкерге Досбол ағамнан қандай совет? Біздің оқырмандарға жалпы ең жас бірінші кәсіпкерлерге. жаңағыдай бастаған кезде ешкім сенбеген кезде өзіңізге сенуіңіз керек.
әйтеуір әрекет ете беру керек. Бір күні болмаса бір күні Құдай Алла Тағала береді ғой. Сол кезде просто жаңағыдай просто мақтану керек та, біреуге зияның тимеу керек та, сенің успехың біреуге зиян тимеу керек та. Просто көрсеттің, бәріне айдаттың, ешқандай біреуді кемсітіп, сенде жоқ, менде бар деген ондай әңгіме керек емес. Просто мен алдым, жеттім өзім күшіммен. Основной инструмент бұл құралға жеткен сіздің. Иә. Бір қандай инструментіңіз бар? Конкретно мынандай бір нәрсені өзгерттім, и менде осындай жестко бір стрельнуло деген сияқты ше. Сіз немен айналысасыз айтпақшы? Инфобизнеспен продюсермін ғой. Продюсерсіз, иә? Аха. Рискқа барған кезде болды ғой. Рискке барған кезде, Аллахқа тәуекел еткенде де? Тәуекел еткенде. И сабыр еткен кезде. Получается, машалла. Сіз не дейсіз? Жалпы біздің оқырмандарға және жас кәсіпкерлерге осындай M5 компетишн мен 300-қа қалай алуға болады? Орта ғой, орта өзгерту. Араласатын сен өзіңнің ортаңнан среднестатистический результатсың деген сөз. Сіз енді вообще 300-қа болмаған кезде, не болмаған кезде ортаңыз қандай болды? Сразу осындай ортаға кіріп кеткен жоқсыз ба? Енді мен о кезде санатамен жүрген кезде осы ортамен араластым. Сол кезде біздің ортада балалар 300 айдайтын, люкс айдайтын. Сол қандай бір мотивация болды да, сен по-любому оны көрмеген нәрсеңді миыңа аффирмация жасап сендіре алмайсың. Сен оны көруің қажетсің бірінші ше. Сен конкретно оны болыватқанын, алыватқанын конкретно көру керексің. Негізі ол үшін сол тек сондықтан мен айтатын едім, сен өзің қалайтын арманыңдағы ортадағы адамдармен барып араласуың қажетсің да. Бұл анау досың. Ондай ортаны қайдан табамыз дейсіз? Бұл орта негізі көп. Айналаңда бүйтіп қарасаң көп. Енді Инстаграмға жазсаң да біраз адамнан шығып тұр ғой. Иә. Біз бұрын мысалы қазір араласып жүрген ортам кезінде Инстаграмнан қарап қызығып отыратын адамдар болған. Просто жазасың, сөйлесесің, алмасу ұсынасың. Давай мен саған мына проблеманы шешіп берейін дейсің. Бірінші сен өзің оның бір несіне бір проблемасын шешуге бір ұсыныс жасау керек. Сол сіздің айтқан жестко өтті маған алдында айтқан едіңіз, сол туралы білесіз бе? Қайсы? Типа адамдар келіп мен сіздің жаныңызда жүрейінші деп айтады дейді ғой, мен сізбен үйренейін. Олай болмайды деп айтсыз ғой. Олай айтуға болмайды. Қалай айту керек сонда подход? Керісінше сен сол ортаның бір проблемасын шешіп бере алуың қажетсің да. Бұл ортаның құнын төлеу керек деп айтамын мен. Аха. Түсіндіре алдым ғой? Иә. Көбісі ортаға былай кіргісі келеді, мысалы қасым мен сен қасында жүрейінші, үйренгім келеді, білгім келеді. Там мен пятыңызға мінгім келеді, мен де сіз секілді осындай көлік алғым келеді дейді да. Ол алсам деп тұрған адам. Аха. А ол былай битсе, мысалы мынандай адам қасыңа алуға болады. Қасым мырза, қасыңа барайын, давай мен саған вайл берсе складта жұмысқа түстеп бере аламын. Хочешь водителің болып бере аламын, условно там мен берем деп тұр да. Ондай адамнан айналасың, ол адамнан ауырып. Мысалға менде бір проблема бар, именно рабочий Инстаграм жүргізуден кішкене проблема бар, и мысалға оны алып мен сіздің рабочий Инстаграмыңызды осылай жүргізіп бере аламын деп ұсынса, иә? Конечно. Пожалуйста дейсің, а? Біз солай кіргенбіз бұл ортаға да, мысалы мен келіп менімен араласшы десең ешкім сенімен араласпайды, сен құнды болуың қажетсің да. Біз айттық енді, мен осындай проблеманы шешіп бере аламын, мен маркетологпын. Давай сен кәсібіңдегі мынандай цифраларға не қылайық, бір отырып шай ішейік. Сөйтіп жүріп кейін араласып кеттік, сосын сол ортаның бір мүшесі болдық, сол ортаның мүшесі болғаннан кейін сен сол ортаның среднестатистический результат боласың да. А так жаңағы партнерім Досбол мырза айтпақшы, мен мақтану деген нәрсені ол ең бір үлкен не ғой, қалай айтсам екен, ең бір үлкен энергия беретін нәрсе да. Өзі бізге бірақ оны дұрыс қолдану керек дейсіз ғой. Дұрыс қолдану керек. Өзі бізге 300 алу деген идея қайдан келдік? Біз енді эксперттермен көп жұмыс жасаймыз, и көп эксперттер сені киіміңе қарап баға береді да. Киіміңе, келген машинаңа, мысалы қаншама эксперттер біз мысалы жаңағыдай. Сіз продюсерсіз? Иә, тоже инфобизнесте командамыз бар, маркетингпен айналысатын. Көп эксперттермен сөйлескен кезде, сен мысалы Camry 735-пен санаттамен келіп тұрса, сәл өйтіп үстіңнен қарайды. Сол кезде мен қаншама мүмкіндікті жіберіп жатқанды көрдім да. Егер осыларға машина керек болатын болса, давай онда алайық, 300 алайық, номерін әдемілеп алайық. Зато келесі жолы келген кезде оқымалардың 300 признание болады. Признание бар да, сенің уже сөзіңнің весі бар да. Хотя мен бұрында сол сөзді айтып жүрсем, санат айдап жүрген кезде де. А именно 300 айдай бастаған кезде сенің сөзіңнің уже весі пайда бола бастады. Так что бұл жерде басқа бір не жоқ, просто андай іскерлік кездесуде дұрыс келісім жасау үшін сондай мақсатты алдыңыз. Иә, дұрыс келісім жасау үшін бір сенің результатыңның жасап жатқан жұмысыңның жеміс ретінде ғана алдық. Әрине ол нәрсе керек болса, иә? Әрине керек болса ғана. Түсінікті. Мен M5 компетишнді тоже чисто контент үшін алдым. Негізінде. Егер де менде контент ештеңе серік оригинал болатын болсам, мен M5 алмас едім. Мен нақты айта алмаймын ше. Конкретно бұл ақтап жатыр да өзінше, түсінсіз ба? Адамдар вниманиясы. Алуды себебін айтып берейін ба? Сізде M5 бар тоже, не үшін алдыңыз? Мен M5 ол кішкентай кездегі бала арманым еді. Ең алғашқы махаббатымды әкем ашқан БХ-ға. Ода E34 изумрудты түсті широкомордный BMW болатын. Хит кездер ғой. Сонымен күнде катать еткен кезде ана BMW-ға ғашық болды мен өзім. Ұнататынымша. И солдың бір гештальты ретінде ғана алдым. Әйтпесе мен контент жасап, не қылу деген мақсатым жоқ. Просто папамды
керісінше мен әкемді катать еткім келді да, түсіндің ба? Иә, Кішкентай иә. кезде 6 жасымда ол мені БМВ-ға салып алып көшеде ары бері бүйтіп артын айналдырып катать ететін еді. Аха. Енді мен керісінше әкемді салып алып, алдында ол гештальтым жабылды, әкем қасына отырғыздым, қазір әке қара. Давай дедім. Басып артын айналдырып, не, бұл чисто сол. М5 қанша алдыңыз? М5 маған осы жерге келуімен 56 миллионға шықты ғой. Мынау 55 миллион, ә? Сонда сізде 111 миллион теңгелік көлік бар. Сатам бар еще. Оны айтпай қойсақ деді. Ол болмайды деді. Оны айтуға болмайды деді. Ол чисто таксовать. Андай бар еді ғой. Қолым бос кезде таксовать етемін. Негізі мен бизнеспен айналсам, 2 машинам бар деп Все, ассалаумалейкум. Енді таптым осындай ба? Так, машина туралы кішкене машина сыртын түсіре салайық. Жалпы мына жерде чит-код деп жазылып тұр. Екеулерің 3 машинада жазылып тұр. Мына жерде Ли-9 тұр. Осы кісіге тоже барамыз. Ли-9-де чит-код, и мына жерде тоже чит-код, анда да чит-код деп тұр. Не ол чит-код деген? Сол бұл біздің ортамыздың бір кішігірім клубтың атауы секілді деп айтуға болады. Біз қазір жас кәсіпкерлер мен үлкен кәсіпкерлер буын екеуінің ортасын қосып жатырмыз да. Аха. Соған чит-код деген бір жылдық осындай подпискадағы клуб аштық. Ішінде сол бірге дамиық кезінде мысалы маған өзіме ортаға кіру қиын болды ғой. Иә. И тура сол секілді қазір орта іздеп жүрген адамдарға керісінше В біз общем, орта болып. дайын десе, короче, Иә, да. иә. В общем, міне чит-код деп инстаграмға жаза ма, қайда жазады? Чит-код деген енді прямой тіркеле алмайды. Біз бұған арнайы бір неден аламыз? Іріктеу арқылы аламыз, өйткені Қалай, қай жаққа бару керек? айта берейін бе, как есть? Иә, айта беріңіз енді. Бізде мынандай 4 күндік тренинг бар да, тек сол 4 күндік тренингтен өткен адамдарды ғана іріктеп аламыз. Кеше 400 адамға болып жатқан ба? 400 адамға болып жатқан 4 күндік тренингтен іріктеп аламыз. Әйтпесе ол тренинг адамның бір эгосы мен Ол тегін ба? Ол тегін болып жатыр пока. Машалла. Содан іріктеп алып қана ары қарай бір 10-15-20 адамды ғана біз қазір. Тренинг қанша қай уақыттар болады? Ендігі тренинг бізде Алла қаласа Дубайда болайын деп жатыр. Пока осы енді соңғы Дубайға барамасашы? Дубайға барамаса, онда енді Ақша жинасын десе. Инстаграм бақылап жүрсін, иә. Сен инстаграм қалдырдым, Мұхит. Қандай инстаграмыз? Мұхит, Нижний Провел, Нұрданұлы. Сіздің инстаграмыңыз қандай? Доспол.жанабай деген. Доспол.жанабай. Тоже тіркеліп қойыңыз. Екеуіңіз кәсіпкер партнерсіздер, иә? Екеуміз партнеріміз. Все. Маман болып. Аллах разы болсын. Машалла, керемет, Аллах разы болсын. Вообще керемет абзал. Вообще тағы бір Қасымның осы жерде бір несін қоса кетейінші. Менің М5 алуыма вот Қасым әсер етті ше. Мен Қасымды наблюдать етіп отырамын ғой. И тут мен осынша миллионға Кореяда мынандай машина алдым деген кезде мен сразу басымнан кепті да. Маған Қасым Арманыңыз есіңе түсіп кетті ма? Иә, резко арманым есіме түсті. И екіншіден, маған Қасым бауырым алып жатса енді, бауырым ғой енді. Уже сенде конкретно не пайда болды тоже, орта бойынша, иә? Четкий андай не болды да. Бұлай болмайды. Алу керек болмайды. Жүре беремін дедім да. Резко сол сенен кейін қателеспесем мен бір аптаның ішінде заказ бердім ғой. Иә, білемін ғой мен, иә. Сенікі келді, потом бір аптадан кейін ба, менікі келді, қателеспесем. Келесі біздің қонағымыз Самат аға. Ассалаумағалейкум. Неше жылсыз? Қанша деп ойлайсың? 95 қой, ә? Примерно сондай ма? Сондай десе де Чит-кодтар ғой, короче. Машинасы Ли-9. Да? Ли-9. Сіз вообще айтпайсыз ба? Ешкім білмейді ма сонда? Мұхит та білмей ма? Біледі ма? Болды сұрағыңыз деді. В общем, бұл да чит-код. Сізде Мұхит мырзамен партнерсіз ба? Иә, бірге общий проект. Машина қанша тұрады? Мен алдым 30-ға, бізде ол кезде 33 тұрған, бірақ қазір біздің нарықта түсіп кетті. По-моему, 28-29 ғой деймін. Ли-9, қазір хит болып жүрген машиналар осы емес па, да? Машалла, необычный несі бар? Полный машина необычный, негізі мен қалай айтсам болады. Мен негізі бұны сатып алғам. Сатып алғам? Иә, ойлағам 30-ға алам, 33-ке сатам деп, бірақ алдым, отырдым, мен өзімде Lexus болды ғой. Оны сразу гаражға қойдым. Ана қызыл Lexus емес пе? Иә, қызыл Lexus, иә. Сатқым келмей қалды. Аха. Ары қарай уже жарты жыл болды жүргеніме. Вообще кайф машина. Вообще кайфтан не... Ішіне отырып көрейік, е? Давай. Давайте сіз ар жағына отырыңыз. Мен алдына отырайын. Мен аңғарса порог шықты. Да, еще раз покажу, смотрите. Как она, не сияқты 570-тегілер, ше? Автодоводчик бар екен. Дверей. Қараңыздар, есік аштық. Бисмилля. Опа. Ішіне не көрсетейін? Йо, вообще басқаша қойшы, я бірінші рет отырып, или екінші рет па? Так. Вообще машина кайф. Аха. Пневмоподвеска. Екі телевизор, хочешь мына жақтан өзіңе, мысалы, хочешь мына жақтан там білмеймін енді. Мына бәрі қытайский ма, неме? Ағылшынша. Мыналар қытайский болып тұр да? Мынау қытайша, иә. Мына жақтан сет ұстамай тұр ғой примерно. Мына жақта, короче, хочешь мына жақтан тугес ашасың, хочешь мына жақтан там
YouTube ашасың деген сияқты. тугисті прямой эфирден қарап отыра бересің. Тугисті қарай бересің, ана жақтан YouTube'ты қарай бересің, короче. Плюс артында мониторы бар. Осы біздің емпиадалар неге осында YouTube қоюға болмайды екен, соны түсінбедім бар ғой. Енді ана БМЦ-дің немістерге айтасыздар енді деп. Машалла. Вообще машина кайф. Не бар тағы да. Кстати, бұның артында микроволновкасы бар, холодильнигі бар. Ой, Серьезно, мына жерде қазір мен артынан еще көрсетіп Аха, өте. салып. Микроволновка, холодильник қолданасыз ба? Микроволновкасы да бар, иә, мен еще ПП-да жүремін ғой постоянно. Да. Ішіне салып қоясың, примерно бір 20 минутта. Асықпай жылытады, бірақ 50 градусқа шейін жылытып береді. И примерно 20 минутта ма, 15 минутта ма жып-жылы. Тамақ қоятын стол жоқ па? Стол артында бар. Бар ма? Иә. О, машалла. Эскалация десеңші, короче. Комфорты қалай жүрісі? Жұмсақ. Из-за этого мен сатқым келмей қалды. Вообще пневмо болғаннан кейін понятно ғой. Өте жұмсақ. Пневмо, иә, машалла. Пневмолар көп проблема болады дейді. Білмеймін енді, естідім солайынан, но Деле көрген жоқсыз әлі. пока осы қыс мысалы өтіп жатырмын ғой. Аха. В принципе, ешқандай проблема жоқ. Қыста китайский бағана электрокар ғой, иә? Бұл, кстати, плюсы, иә, бензинмен де жүреді, тоқпен де жүреді. То есть еще когда сен бензинмен жүрген уақытта тоқты өзі зарядтап отырады. Иә, гибрид, иә. Өзі генераторды зарядтап отырады. Бензин ол чисто бағанағы зарядтау үшін керек, иә? Былай айтқанда, иә? Бензин, иә, тоқты зарядтап тағына сонымен жүреді, короче. Машалла, керемет. Тағы не бар? 3 рет. Мына жерде жоқ, қызық екен, мынау спидометр қаяқта сонда мына жерде тұрамын. Бұл мына жерден шығады ғой, бірақ бұдан ау проекциясы бар. Проекцияның ішінде полный бәрі, карта да бар ішінде. В общем, машиналар жан-жанында машинаның бәрін көрсетіп отырады. Айнаның ар жағында, короче, бәрі көрінеді. Барлық көрініп тұрады. Вообще, мынау керек емес та, жаңа қарамайсың да. Полный мына жақта не бар? Соның барлығын жақта шығып отырады. Ана Tesla сияқты жанында машиналар бүйтіп көріне ма жүріп жатқан кезде? Иә. Теслада білмеймін, оны мен Тесланы отырып көрген жоқ, бірақ мына жақта сол полный жанында мысалға кетіп бара жатыр, жүрген уақытта көреді. Полоса, светофорды көрсетеді, полосадағы знакты көрсетеді, пешеход машинады көрсетеді. Сама торможение бар қайтасы. Не болған кезде. Все, аварийный ситуацияда ма? Иә. Қаншаға жетеді 100-ге? Разгон ба? Иә. 5-5 секунд. Қанша аттың күші бар? Аттың күші білмейді екен. Білмейсіз, бірақ 5-5 ол нормальный негізі, Ли-9-ға тем более. Жақсы жүруге болады, иә, вообще комфортно. Тартпай қалу деген тема жоқ қой, короче. Шүкір, вообще. Проблема болған жоқ жерден. Айтып тұрмын ғой, бұны алған адамдар сатқысы келмеген сияқты негізі. Да. М5-ға отырып көргейсіз ба? Жоқ, отырмын, кстати, отырмын. Отырып айдап, біраз оны дрифтовать етіп, біраз нетіп көргенбіз. М5 или Ли-9? Ли-9. Кетірейін. Сұртқа шығайық? Болмайды ол жерге. Қайтып. Андай уже эстетичный адамдар бар ғой, уже өмірде уже андай бір нәрсені доказать ету деген мақсаттар жоқ ше. Осындай адамдар ғой. В принципе, если ондай выбор болатын болса, конечно, М5, потому что маған өзіме скорость ұнайды. Да? Иә, и М-ның жүрісін көрдім ғой мен өзім айдап. Устойчивость прям недегі маневрдағы устойчивость. Иә. Подвескасының жесткості барлығы өте керемет, сол үшін. Енді біздегі самый главный вопрос. Біздің оқырмандарға, жас кәсіпкерлерге, жас бір нәрсені бастаймын деп жүрген адамдарға қандай бір кеңесіңізді халыққа беретін қандай кеңесіңіз бар? Сізде айтатын нәрсе көп сияқты. Негізі айтатын нәрсе көп. Общий қандай совет айтуға болады, мен ойлаймын. Инструмент конкретно. Рисктен қорықпау керек. Мен нәрсе айтамын да. Біз не қалайтынымызға өзіміз выбор бізде. Не қалайтынымыз таңдау өзімізде. Бірақ ең түсінбейтін жер бізде ол қашан орындалатынымыз, то есть уақытпен біз нете алмаймыз, уақытты управлять ете алмаймыз. Біз өзіміздің желаниемізді управлять ете аламыз. Нені қалаймыз деген сияқты. Айтайын дегенім, қалауға ерік беру керек та. Бірақ оны ертең орындалмай қалды, арғы күні орындалмай қалды деген әңгіме жоқ, ол по-любому орындалады. Просто күту керек. Ол үшін іс-әрекет жасау керек. Просто болды, иә. То есть қалаған нәрсенің барлығы орындалады, мен соған көзім жетті. Нені қалайсың орындалады, просто уақыттың еншісінде болады. Оны қалай түсіндіңіз сіз? Қалай түсіндің? Иә. Қалай түсіндің? Мен оны өзімнің бұрынғы қалаған нәрселерім уақыт өте орындалған кезде барып түсіндім да. Шынымен де қалай айтсам болады, армандауға шектеу қоймау керек. Өзіңе шектеу қоймау керек, потому что шынымен оған сенен сырттан келіп біреу шектеу қоя алмайды саған. Иә. Тек қана мен түсінген нәрсем тек қана біз уақытты ғана қашан орындалатынын білмейміз. Бұған уже сабыр керек, иә? Оған сабыр керек, енді оны Аллахқа тапсыру керек. Иә.
оған ренжімеу керек. Ертең орындалмай қалса, біреуде орындалуы мүмкін, қасыңдағы адамда орындалуы мүмкін ертең. Сенде арғы күні орындалуы мүмкін. Аха. Просто күту керек и оған сену керек. Сенім бар жерде, айтады ғой, все работает, пока ты веришь. Аха. Сенім бар жерде барлығы орындалады. В общем, сену керек, дұрыс мақсат қою керек, өзін шектемеу керек. Сіздің айтатыныңыз основной осы. Мида шектеу болмау керек. Сіздің осындай жетістікке жетуге себепкер болған основной действие? Основное действие, наверное, рискқа бару шығар. Рискқа бару ма? Тоже Мұхит аға осыны айтқан. Мұхит аға айтты ғой, дос бол, екеуі осы нәрсені айтқан. Рискқа бару. Сіздер келісіп аласыздар ғой неме? Бірге партнер болайық па? Соның арқасында шығар, наверное, партнер болып отқанымыз. Соның арқасында бір андай партнер болу, ол бір мақсатта жұмыс жасай алу ғой. Иә. Машалла, керемет. Рисктен қорықпау. Риск кеткенде де бірақ қандай кішкене ойланып. Енді риск деген андай ғой, типа сен жардың ар жағында не бар екен білмей көзін жұмып секіре салу, ол тупизм. Иә. Риск соқыр тәуекел. Иә, ол соқыр тәуекел ондай емес. Риск сен примерно расчет жасайсың. Примерно мен мынаны істеймін, потом мына кісімен бірге былай істеймін, былай деген сияқты примерно расчетың бар. Иә. И турасынан нар тәуекел ары қарай істеп кетесің. Иә, бірақ білмейсің сен ары қарай не болатынын, бірақ может получится, может не получится, да? Тәуекел не болатынын білмейсің. Ең қызығы мен айтамын да, на месте решим. Не болса да әйтеуір проблема бар ма? На месте решим. Не болса да әйтеуір ол деген, наверное, бір тәуекелдің бір не шығар, енді Аллахқа бір Аллах әйтеуір шешіп береді деген бір не бар ғой. Иә. Сол жерде, ол жерде де бағанағы сияқты ғой, сенім бар жерде жұмыс жасайды барлық нәрсе. Все түсінікті. Жалпы қарыз бойынша не айтасыз? Қарыз алып жұмыс істеу, немесе кредит алып жұмыс істеу, рассрочка алып жұмыс істеу? Енді если сен темаға уверен болсаң, мне кажется, болады деп ойлаймын, бірақ мен өзім олай істемегем. Қарызға ма, кредитқа ма? Кредитқа да, қарызға да мен жасамағам. За этого мен прям бір айта алмаймын ше. Дұрыс емес деп айта алмаймын. Мен адамға айтам. Последствиясына дайын болсаң, последствия деген қалай? Түсінікті ғой? Иә, түсінікті. Последствияға дайын болсаң, онда любой нәрсе болады. Яғни қарызға алып жасадың жарайды. Ертең бірақ уақытында қоя алмайсың ба? Уверен болмасаң, онда жасамай қой. То есть оның последствиясы қиын болуы мүмкін. Оның последствиясы қиын болуы мүмкін. Любой нәрсе жұмыс жасайды. Любой нәрсені істеуге болады, егер де последствиясына дайын болсаң. То есть өз сөзің план Б болу керек болсын да? Жоқ, план Б емес. Ар жағында не болатынын біліп тұрып, сен оған дайын болсаң. Білмеймін енді ол. Мысалға, допустим, сен алып бір кәсіп бастадың, бір инвестор тарттың 10 миллион теңгеге. Бірақ сен астында машина бар 20 миллион теңгелік. Ертең ол сенге тартып алуы мүмкін мысалға. Ол кісіні тартып алуы мүмкін, болмаса одан да хуже бір білмеймін. Оған дайын болу керексің. Иә, оның барлығын дайын болу керексің. Егер сен соны дайын болмасаң, ертең жылап отырудың қажеті жоқ та ол жерде. Пожалуйста, кешіріңізші, менде ондай керек емес. Иә, ответственность лақтырудың қажеті жоқ. Иә. Сол үшін айтарым, любой нәрсе жұмыс жасайды. Сен жаңағы сенімді болатын болсаң, и любой іс-әрекетке баруға болады, если последствиясына дайын болсаң. Түсінікті. Аллах разы болсын сізге, өте керемет. Рахмет сізге. Бұйырса, сіздің инстаграмыңыз қандай? Самат Джевелери деп жазып тұрды, белгілеп қоямыз ғой. Болды, астына белгілеп қоямыз. Тіркеліңіздер, болғанымызда тоже чит-код темасында жүрген кісілер ғой. Сізде боласыз ба тренингта, сіз жүргізесіз ба тоже? Иә, өзгеріс тренингін жүргіземіз. Чит-код негізі годовой продукт қой. Бұл орта емес па, бана айтты. Иә, ол орта. Өзгеріс ол 4 күн продукт. Ол жақта да, жақтатамыз ғой. Все хорошо. Рахмет, Алла разы болсын тағы да. Жақсы, кәсібімізге Аллах тағала береке берсін. Бізге енді келесі кейіпкеріміз. Бізде енді бұл Золотая молодежь дегенде бір андай 911 бағана айттым ғой басында, бір крутой, бір сұмдық бір машиналарды түсіріп отқан жоқпыз. Бұл шынайы сынуля өздері көтерілген кісілер ғой. Бұларда ондай машина жоқ. Отырысқа келгеннен кейін осы жерден ішіндегі адамдарға өзім обзор түсіріп жатқаным ғой негізінде. Келесі екінші чайсында біз сондай еңкіндей бар ғой, M5 Competition деген сияқтыларды түсіріп күшті қылып түсіретін боламыз. Қазір бізде келесі тағы бір қонақты алайық, и потом дальше выпускымызды жалғастыратын боламыз. Кеттік. Есеке, Ереке, выпуск түсіріп жіберсек жетем, қалай? Дайынсыздар ма? Ислам брат, сізбен түсіріп онда бірінші. Так, келесі біздің кейіпкеріміз, ол бізде 530-й ма? Брат, на 530 или 20-й? 30-й, а? По ходу дела, брат. Келесі біздің кейіпкеріміз. Ассаламу-алейкум. Бұл бізде Ислам мырза. Фамилияңыз қандай еді, ұмытып қалдым? Бөрхан. Бөрхан, иә? Машалла, есім Айдархан болады. Біз негізі особо танысқан жоқ сияқтымыз негізі, Не, танысайық.
Нешедесіз жасыңыз нешеде? 26-та. 26-та. Бұл кісі тоже инстаграмда көп шығады, көбісі танитын шығар бұл кісіні. Ерсін Сұлтанның тоже подкастында біраз көргенбіз. В общем, жалпы неменен алсыз? Инфобизнес. Инвестиция. Инвестиция. Сіз былай айтқанда инфо-цыган, инфобизнес екеуінің айырмашылығы, сіздің одан қандай айырмашылығыңыз бар, соны нақтылап кетсеңіз. Мен білемін да сіз андай обычный адам емес екенсіз, соны бірінен айтып жіберіңіз дегенім ғой. Мынау не болып кетті инфобизнестендер деп айтпасыңыз. Енді инфо-цыган дегеніміз кім? Сөз беріп сөзінде тұра алмаса, онда инфо-цыган шығар. Одан кейін өзі білмей, өзі жасай алмай, жасатуды үйретемін десе инфо-цыган шығар. Бірақ сөзінде тұрып жатса, және өзінде бар, және оны басқа біреуге үйрете алса, не проблема. Түсінікті. Жалпы бізге, жалпы сіз машина түсіре салайық, бізде негізі основной бірінші машина түсіреміз, потом уже дальше больше кетеміз. Мына жерде бізде 530-й BMW 2021 жылға қанша қалдыңыз? 27,5 миллион қалдым. 27,5 миллионға. Осы Қазақстан алдыңыз ба? Жоқ. Корейден алдым. Корейден алдыңыз, өзіміз сияқты, өзіміз ғой. Келістіріп осы. Сіздің номері күшті екен, не үшін XO? XO. Енді ешқандай ғылым жоқ, XXX или ООО деп алайын дедім, бірақ бос емес екен. Өзім Шымкентскиймін. Сөйтіп. Сіз Шымкентский? Шымкентскиймін, одан кейін анау X деген симметричный. ООО деген енді 0 мен үшеу бердім да, 111 бәрі симметричный кете берсін деп, соны 1 мен 0-дардың симметриясы болсын дедім. 01 деген сіз Астанаға қатысыңыз жоқ па сонда? Мен 8 жыл Астанада тұрғам. Қай районда тұрсыз? Левый берег. Барлық районда тұрып шықтық. В основном Назарбаев университетінде оқыдым, сол районда тұрдым. Машалла, керемет. Мен сол Астанада өскем тоже өзім. Мен Арманский районды білесіз ба? Арманский? Иә, вокзал жақ, старый вокзал жақтар. Білем ғой. Арманскийді білмедім. Сол жақта өскеміз, короче. Жалпы бізге бұл машинаның қанша аттың күші бар бұл жерде? Білмеймін. Білмейсіз? 520-дан, мынау 520-й қателеспесем, кімдікі Алматыдікі, бірақ мына 530-й кішкене қаттырақ жүреді сияқты. Білмеймін. Оны тоже не шарит, не үшін BMW? Кішкентай кезінде папам BMW дейтін. Тура мұхиттікінде. Сөйтіп трассада қатты дейтін папам. Жарысатымыз. Қандай BMW болды? E34 па? 34-ті де болды, одан кейін семерка бар ғой, телефоны бар ішінде екен. Үйге кәдімгі звондайтын жаңағы. Телефонмен сөйлесетініз. Хит болған кездер. Сондай машина болды. Содан кейін BMW-ға ерекше бір махаббат қалып кеткен. Водительге удобный, өзім водитель болғаннан кейін. Өкінбейсіз ба алғаныңызда? Ешқалайда. Мощный, брат, айтшы, четкий. Ешек машина ғой. Кей жүреміз дейді. Любой жерге барасың, трассаңа да барасың, жаңағыдай ас тиіп кетеді деп уайымдамайсың. В общем, ешек өпіне бересің. Бірақ бұны айтады ғой көбісі, типа бұл енді көп жерге міне бермейді деген сияқты. Білмеймін енді, машинасына андай бар. Ешек машина деп 70-каны айтамыз ба просто? Ешек дегенде андай емес қой, таңдамайсың да. Вторник па, воскресенье ма, екіншіден енді әйелің сияқты қарасаң, ойбай бейт-бейт, сонда бара алмайтын шығарсың. Машина ғой, машина болсаң. Міну керек дейсің. Мінесің, басасың. Машалла, керемет. Біздің оқырмандарға, жас кәсіпкерлерге, енді бастайын деп жатқан адамдарға негізі қандай кеңесіңіз бар? И осы бір жетістікке жету үшін сізде бір конкретный бір действие қандай повлияло? Прям бүк өткізіп ше? Бәрі Алланың қалауымен адам сабыр ете алса, енді кеңес айтқан ұнатпаймын, но өзіме әсер еткен нәрсе ол сабыр ету. Сабыр етуді барлығы шыдамдылықпен, уақыт күтумен, типа бүгін мартта, апрельге күте тұрам да, сол кезде болып кетеді деген сияқты елестетеді. Сабыр менің ойымша ол адекватная реакция на ситуацию. Енді адамдарда әртүрлі қиындықтар болады. Мүмкін жаңа кәсіп бастап жатса, продажа сумай қалады. Біреу кетіп қалады, партнер лақтырып кетеді деген сияқты. Сол кезде дұрыс реакция білдірсе, неге бұл ситуация менімен пайда болды? Неге мен осы ситуацияға, осы проблемаға тап болдым? Бұл арқылы мен қандай сабақ алу керекпін деген нәрсе, осындай реакция болса, проблем жоқ, любойын жеңеді. Қарызға жұмыс бастау бойынша не дейсің? Қарызға не бастау? Жұмыс бастау, кәсіп бастау. Вообще проблема жоқ. Бүкіл любой компания, кредитке ше? Проблема жоқ. Мен былай ойлаймын. Телефон алсаң кредитке, үйіңдегі ремонтың жасаң кредитке, ол қате. Бірақ любой компания, S&P 500, жаңа Америкада бір бүкіл дамыған компания алсақ, ешқай компания өзінің ақшасына өскен емес. Олар мықты компаниялар. Мықты компаниялар енді, ең бай компаниялар ғой. Енді бұдан банк немесе финансовый учреждениялардың барлығы болмаса, жаңа досың, әке-шешең как минимум қарызы берсе, проблема жоқ. Бірақ көрге болады. Уақытында қайтарсаң. Сенімді болу керек болған? Иә, сенімді бол. Там енді не істеу керек? Бүкіл нәрсені сен жаңа жер же, бірақ қарызыңды уақытында қойып бер. Сөйтті, ол ақшаны айналдырып, пайдаңды тауып, капиталыңды өсіре бер. Бірақ қарызды қайтара алмай қалам, қорқам,
не болатынын білмеймін деп бизнес жасамай тұрған мен ойлаймын ол қателік та. Онда бизнес жасамай қойған дұрыс дейсің Жасамай ғой. қойған дұрыс, иә. Андай нәрсе ғой, екінші әйел алам десең, бірінші әйел мен екінші әйел теңіз тауға қорқатын болсаң, біреумен қанағат ет дейді ғой, сол сияқты әңгіме болып Иә, қалады. енді бір жерің шыдаса дегендей ғой. Иә. Мен өзім қарызға бастағанмын. Бүкіл кәсібім қарызға басталған. Өйткені енді Мен де қарызға бастағанмын ғой, брат. 200 мың теңге алып. ешкімде мен ойлаймын енді әке-шешесі бір миллиардер емес, балам мен саған кәсібің баста деп 10 миллион 20 миллион берген жоқ. Досымыздан, ағамыздан, какой-то танысымыздан там 100 мың, 200 мың, 50 мың, 60 мың теңгелеп жинап жүріп, сөйтіп әйтеуір список құрастырып, кімге қай уақытта қайтару керек деп. Сөйтіп қайтарып. Қанша қарызға кіргенсіз максимально? 26 миллион. Қанша уақытта қайтарсыз? Бір жылға жетпей. Бір жылға жетпей, иә. Қанша адамнан алдың сонда 26 миллионды? Енді адамдардан емес, банктерден алдым. Адамдардан да алған кездерім болды. Ең бірінші алғаным самокат алғам. 13 мың теңге айлық платеж, Home Credit Bank деген неден алғам да. Соның декабрь айында сол 13 мың теңге платеж төлей алмай қалғам. Не үшін? Ақшам болмаған. Ол не үшін алған едіңіз? Әше жүруге да. Просто для себя? Өйткені таксиге қымбат шығып кетті да. Сөйтіп соны экономить етемін деп не алғам. Ол қай жылдар, брат? Қанша жыл болды? 2019-да. 2020-2019-да. Сонда сіз, получается, осы соңғы 3-4 жыл былай айтқанда аяққа тұрып кеткен адамсыз ғой, дұрыс па? Аллахтың қалауымен. Аллахтың қалауымен. Иә, машалла, керемет. Ислам брат, сізге Алла разы болсын. Инстаграмыңыз қандай еді сіздің? Қасқыр. Мына жерде қалдырамыз. Бұл кісіге тіркеліп қойыңыздар. Сізде қателеспесем қандай продукт бар? Тоже айтып өтсеңіз болады. Қандай продукт? Сторис қараса да пайдалы болады деп ойлаймын. Просто тіркеліңдер дейді. Иә, просто тіркеліп. Бәрі түсінікті болады. Көп адамға пайдалы болады деп ойлаймын, иншаллах. Сізге Аллах разы болсын. Тағы да кішігірім машина обзор түсіре салайық, иә? Как? Жалпы машинаның ремонттан, эстодан шықпау деген тема болған жоқ па? Мен мына саусақ бар ғой? Иә. Мына саусақты оталдырам, айдайым, қоям, болды. Одан кейін басқа ештеңе болмаған вообще, да? Машалла. Так, іші бізде енді обычный БХ. Бұл жерде түсіретіне бір көрсете сал. Ешқандай необычный жоқ. Кәдімгі БХ, бұл 530-й. Так, бұның ешқандай вложение жасамағасы болған дұрыс па? Ешқандай. Зимний шин алғам. $1000, $100 болды. Жалпы мақсатыңыз бар ма алдағы уақытта бір сымдық машина аламын деген? Әрине бәрінде болады. Бірақ машина алу мен мақсатым емес. Мақсат бірінші енді өзінің қаржылық финансовый план дейді. Фильм планыңды қоясың. Фильм планыңа жетіп жатсаң, өзіңе бонус ретінде, ойыншық ретінде машина алу планында бар, иә. Бұлай негізінде машина мақсат қылу ол дұрыс емес деп ойлайсыз ба? Енді мақсат қылу точно дұрыс емес деп ойлаймын. Машинаны алдың, и чё? Не істейсің дейсің? И чё не істейсің? Мақұл, айдадың, Альфа-Ромеомен жүрсің, и чё? Иә, натурально. Кредит аласың ондай болатын болсаң. Әйтпесе ана сходкаларда жүресің десе. Өзіңше бір жаңағыдай бір әдемі суретке түсу керек деп аватарканы қойып жүресің да. Енді ол мақсат болса, скорее всего. Одан да жалғасын дейсің ғой, короче. Психотерапевтке бару керек қой онда. Короче, мақсатта конкретно сен финансовый план қою керексің. Фильм-план обязательно. Өзіңе фильм-план қоясың, былайша обзор жасайсың, болашағыңа өзің жоспарлайсың, бисмилля дейсің. Соның ішінде өзіңнің бір 2 айлық табысыңа осындай машина ала алсаң, пожалуйста, ала ғой. Иә, бисмилля. Түсінікті бары. 2 айлық табысыңа алатын болсаң, онда машина алуға болады. Жалпы план қандай негізі? Примерно машинадан? Енді X5, Геленваген. X5, иә, М ғой, конечно, без болмаса алмайсың. Болды, иншалла. Все, рахмет. Конечно, жақсы. Алла разы болсын. Ассалаумағалейкум. Иелік кетем. Кеттік. Так, келесі кейіпкеріміз бізде ол Ердос Мырза. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қалай саламатсыз ба? Жақсы. Нешінші жылсыз, брат, сіз? 99. Жас екенсіз ғой, иә? 95 деп жүрмін ғой мен. Сізде қандай көрінеді ма? Сәл, зато еркектерге жарасады да, соны көрінген. Так, сізде қандай машина еді? 570. Сосын? И М5 Competition. Машалла. Бұл кісілер менен қайта алады. Мен машина келген кезде бұл кісі сатып алғысы келген, короче, мен де сол кезде кішкене қиындықтар болып сатып жіберейін деп қалдым, алайын деп қалдым осы. Айдап бір эмоция. Бір не болып қалды, проблемалар болып қалды, аламай қалды. Қайырлысы болған ғой. Қыстың кезінде ғой, сол декабрьде, по-моему. Иә. Сол кісі аламай қалған болатын, мен М5-імді сатып жіберуге дайын болған, менде қиын проблемалар болып. Қазіргі уақытта бәрі жақсы, Аллахқа шүкір. Сабыр ету керек деп бағана бәрі айтып береді жайлап. Жалпы немен алсыз? Уходовый косметикамен. То есть нарықта қазір Умай Бьюти деген компания. Умай Бьюти деген компания. Иә. Оборот? Айлық оборот па? Жылдық. Жылдық
3,5 миллиардтан асады. 3,5 миллиард. Бұл только Қазақстан және қазір Қырғызстанда бармыз. Айына Өзбекстанда бар таза едік. қанша ақша табасыз өзіңізге? Ну, считайте от этого где-то 25% рентабельность. Айына. Қазір айына түсіп жатқан бір 30 бен 50-дің арасы. 30 миллион мен 50 миллион теңге айына табыс табу деген негізі нормально ғой, короче, машалла, Аллах берекесін берсін жұмысыңызға. Дамый беріңіздер. Қанша адам жұмыс істейді сізде? 150. 150 отдел продаж жұмыс істейді сіздерде, полностью нағыз кәсіпкер ағамыз. Жалпы машинаны көрсетейік, жүріңіз. Сіз енді M5 Competitions қашан келеді? Бір айдан кейін. Марттың аяғында келсе, түсірейік. Болды, где-то бір айға жетіспей, бұл уже заказ беріп, бәрін уже цветін таңдап. В общем, четкий M5 Competition заказ беріп қойған. Қанша миллион шықты? 61 миллионға шықты. Келуімен, барлығымен. Полный растаможкасымен, иә? 2022-ның 6 айы. 61 миллионға шықты. Аллах вообще күшті екен, машалла. Ұнады ма сізге M5? Ұнады, иә. Сіздікін айтадым ғой мен. Менікін айта көрсіз. Эмоция кетті ғой сразу. Алу керек дедім ғой, короче. Мерс или БХ? Конечно, БХ. Не үшін? Конечно, БХ, потому что BMW это самый быстрый в мире седан, это эмоции, как говорится. Комфорт. И комфорт. Мен вообще бұрыннан ең бірінші өзім айдаған машинам, анау E34 бар ғой. Иә, білем. Содан бастаған ғой, короче. Содан бері менде любовь. Достар, міне біздің выпускымыздың уже соңына келіп жетті. Аллахтың қалауымен өте керемет болды деп ойлаймын. Маған өте қатты ұнады. Мен өзім де осы кісілермен жанымда жүрген адамдарға, бірақ жеке келіп уже сұраған әр адамның өзінің ішкі советтерін сұраған кезде маған да өте көп өзіме айтқанда кеңестер алдым, білім алдым. Жалпы сіздерге де пайдалы болды деп ойлаймын. Инстаграмға тіркеліп қойыңыздар біздің, осы видеоға лайк басыңыздар, чтобы адамдар көбірек көрсін. Біздің мақсатымыз максимально адамдарға пайдалы болу. Комментарий жазып кетіңіздер, өз пікірлерін жазыңыздар. Келесі жол қандай машиналарды алайық? Келесі жол енді покруче машиналарға мінетін боламыз. Бұйырса ішінде отырып, айдап, дрифтовать етіп деген сияқты. Екінші часть керек болса, обязательно комментарийға бізге жазып кетіңіздер. Жалпы біз енді M5-ға обзорымызды түсіріп қойғанбыз. Біздің каналдағы алдыңғы видеодан көріп алсаңыздар болады. Біздің мақсатымыз барынша адамдарға пайдалы болу, және менің миссиям, жеке миссиям адамдардың ризық жолын табуға себепкер болу. Осы саудамен айналысу арқылы адамдар жақсы бизнес жасауға болады екен. Сауда бізде сүннет, білесіздер ғой, сондықтан да біз осындай сауданың бір күшті түрін ойлап таптық та, который рисксіз. Мысалы, бағана рисковать ету керек деп бәрі айтады ғой, тәуекел ету керек. Тәуекел етесіз, бірақ бұл жерде минимальный тәуекел етесіздер да. То есть товарды сатып алмай, айтқанда сатасыздар. Шариғат бойынша все, it's okay, типа проблема жоқ, ойлап қойғаныздар. Ол жағын біз жақсылап зерттегенбіз. Біз Москвадағы складтармен, Москвадағы заводтармен жұмыс істеп, сол жақтағы товарларды каталогқа салып, сол каталогты сіздер аласыздар, бізден сатып аласыздар. Доступын 1 жылдық сервис көрсетеміз сіздерге. Сол жердегі товарларды Wildberriesқа саласыздар. Москва арқылы жұмыс істейсіздер. Үйде 2-3 сағат қана уақыт бөлесіздер, үй сөйтіп жақсы кәсіп жасап көтерілсеңіздер болады. Мен өзім дәл сөйтіп 200 мың теңге қарызға ақша алып, дос баламнан 300 мың, 400 мың алып, сөйтіп Аллахтың қалауымен бастаған адам. Бірақ соны Алматы арқылы жасадым да. Енді мен тура сол теманы Москвада істеп жатырмын. Москвада это заказ көп. Не үшін Москва десеңіздер, Москва үлкен, өзі заказ көп. Егер де осы тема сіздерге жақсы қызық болатын болса, онда мен мына жерде алдыңғы видеом бар. Қалай 2-3 сағаттың ішінде 100 мың, 200 мың, 300 мың, 500 мың, миллион, 2 миллионнан әркімнің оборотқа салған ақшасына байланысты ақша табуға болады. Сол туралы видеомда сол Москвада видео түсіріп, четко көрсеткем. Егер де қызық болса, сол жаққа өтіңіздер. Егер де каталог алуларыңыз келсе, менің Инстаграмда парақшам бар, Инстаграмға жасаңыздар болады. Немесе бағанағы видеоның соңында анкета бар, сол анкетаны толтырсаңыздар болады. В принципе, сол сіздермен болған Қасымбек Айдархан бізді қолдап, бізге Инстаграмға, осы парақшаға, ютубқа тіркеліп жүріңіздер. Максимально пайдалы контент жасауға тырысамыз. Сіздермен болған Қасымбек Айдархан тағы да. Рахмет. Бисмилlah.